Сәлем достар, үй жағдайында йогурт жасап көрейік. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Бізге 1 литр сүт қажет болады. Сүтті қатты отқа қойып, қайнатып аламыз. Сүттің құрамында су көп мөлшерде болғандықтан сүтті міндетті түрде қайнатуымыз керек. Үйтпеген жағдайда йогуртымыз сұйық болып қала береді. Қоюлау болу үшін бізге міндетті түрде сүтті қайнатып алуымыз керек. Суы сарқылып тартылу қажет. Міне байқасаңыз, суы тартылып қалған сүтіміздің, енді осы қайнаған сүті тартылған сүтімізді ыдысымызға құйып суытып аламыз. Мына ыдыс 1 литр, осы ыдыспен өлшеп құйған болатынмын. Міне осылай 1 литр сүттен 150 грамдай суға кетті. Қараңызшы қандай. Енді осының ішінен қоспаны, яғни йогуртты қосамыз. Сізге егер сұйық йогурт керек болатын болса, сұйық йогурт таңдап алыңыз. Егер қою болса, қою йогуртты таңдап алыңыз. Маған сұйық керек болғандықтан сұйық йогуртты таңдап алдым. Міне осылай ішіне кішкене сүт қосып, араластырып аламыз. Ірік болып қалмас үшін үстінен құйып, міндетті түрде араластырып, жылы жерге жауып бір түнге қоямыз. Міне бір түнге қойдым. Міне йогуртым дайын болды менің. Міне керемет, түріне қарасаң дәмді сияқты. Енді дәмін көрейік. Мен балам бутылкасына құйып беретін болғаннан кейін мен сұйықты таңдағанда тез ішіп қойсын деп. Егер өзіңізге дайындайтын болсаңыз, қою йогурт алғаныңыз дұрыс. Міне осылай құйып алдым. Қараңызшы, керемет йогурт болды. Дәмі де енді керемет. Сізде жасап көріңіз. Егер йогурт ұнайтын болса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде комментария жазып кетіңіз.